Бисмиллахиррахманиррахим. Армысыздар. Бүгін біздің жайнақта Шырақ Арыстан баб ордасы бүгін 8 тамыз 2024 жыл. Осы Шырақта бүгінгі тақырып ұсынамыз талғауға. Ата жолының басты парызы мен бабалар аманаты деп аталады. Бірінші сөзді ішіміздегі үлкен апамызға берейік. Апа. Армысыздар, қымбатты қазақ елі, қымбатты ата жолдықтар, осы жерде сабаққа қатысып отырған жетеленуші ақыл сұңқарлар деген сияқты. Енді бүгінгі тақырып ата жолының басты парызы мен бабалар аманаты дейді. Бұлай қарасаң, бұл түсінікті сияқты. Бірақ енді қазір осы Қазақстанда, қазақ елінде өмір сүріп жатқанымызда, біз осы ата жолының аманатын орындап жатырмыз ба? Бабалардың аманатын біз кейінгі ұрпағымызға тастап кете аламыз ба? Оны өзіміз орындап жатырмыз ба? Соны терең бұлай ой жүгіртіп ойлансақ, көп сұраққа жауап бере аламыз. Мысал үшін мен өзім ата жолы дегенді анау Зайсаннан көшіп келдім Керекөге. Көшіп келгенде біз жалғыз болдық. Не туыс жоқ, не туған жоқ. Менің 2 ұлым ғана бар. Олардың енді семьясы ғана бар. Мен жалғызсырап қалдым. Енді бүкіл бір елден көшіп, анау біз Павлодар орыс екен, қазағы да орыс екен. Орыстардың арасында келдім де қазақша айтқанда күмпет етіштім ғой. Ана кісі де қиналады, мен де қиналам. Сөйтіп жүргенде біздің бір бөлімнің қызы босанып қалды. Содан енді оның ешкімі жоқ. Ол жұмыс бабымен келген дәрігер, бөлген ғой. Сонда ол мына Курчаттың Майский районы деген районы бар екен. Сол районның Майский деген ауылы бар екен. Сол Майскийге жаңадан оқу бітіргендер жіберіп тастайды ғой дипломмен ауылға деп. Соған олар барған. Енді күйеуге тиген, күйеу екеуі ғана келді. Олар да елсіз, күйсіз жүр ғой енді. Үй берген, сол үйде өмір сүріп жатыр енді. Күйеуінің жұмысы бар, өзінің жұмысы бар. Содан бірінші баласына босанды. Бірінші баласына босанғанда бізге хабарлады. Енді мен қалай бөлемнің қызын мен далаға тастайым. Содан мен ауруханаға бардым. Ауруханаға барғанда ол терезеден бүйті қуанып кетіп, бүйті қолымен қарап тұрады. Өзі жап-жас енді. Сонда Семейдің медицинасын бітірген. Содан оны шығарғанда күйеуі келе алмай қалды, қырсыққанда. Содан өзім таксилетіп, өзім шығарып алып, боран тура, қысты күні аяғында қол басқан пима, тоңасын деп кигізіп жіберген ғой. Сөйтіп, баламен, жаңа туған баламен біздің үйге алып келдім. Енді енді орайын десем, менде ештеме жоқ қой, енді жайлық жоқ. Ол кезде памперс деген жоқ, жайлық жоқ. Ана өзі бір сумкамен ғана келген бірінші бала ғой, түк білмейді. Өзінің бір 2 жайлығы бар екен, басқа түк жоқ. 17 күн жатқызған әйелде, балада 17 күн суға түспеген. Содан оны бірінші баланы суға түсіртіп алдым, оған еміздіртіп алдым. Бала рахаттанып, енді өзім тұғамды айтам ғой, балбырап ұйықтап қалды. Өзім суға түсіріп бірінші рет шомылды бала. Содан кейін енді ваннаға өзің кір деп, өзің кіргізіп, мына жақтан тамағын істеп жүгіріп жүрім. Енді баланы орайын десем, жайлық жоқ. Сол кезде мен Павлодар деп айтуға бір түрлі ыңғайсызданам өзі. Керекөге көшіп келгенде, әулиелерді іздеп жүрім, онда мен ата жолына келген жоқпын. Бірақ мен аруақтарды білем, Алланың құдіретімен. Сонда 4 метр жақсы ақтық алып қойғам. Мәшһүр Жүсіп атаның басына барам деп 4 метр ақтық алып қойғам. Елі жалпақ жақсы ақтық. Содан жүгіріп барып жай намазға отырағап, Мәшһүр атадан кешірім сұрап жатырмын. Ата, сіздің ақтығыңызды мына балаға жайлыққа ұстасам бола ма? Ұстамауға қорқып тұрмын. Ұстамауға балаға, енді жаңа туған балаға қайтып неме басқа нәрсені қолданасың. Енді білмеймін, дүкенге де бара алмай тұрмын. Содан рұқсат алдым. 4 метр ақтық енді өз
осылай бірде 40 ба 30 ба білмеймін мен енді оң солды жыртып жайлықты істеп тастадым. Содан кейін сөйтіп бірінші рет мен ата жолын сол келіншектен естідім. Көрдіңіз бе? Енді тамақ ішіп жатырмыз, бәрін дайындап қойдым ғой, енді ол келетін болғаннан кейін. Сосын кейін екеуміз әңгімелесіп отырмыз, өзі жуас қыз сондай, сабақты жақсы оқыды бірақ. Сосын айтады, біз жақта енді ол мені біліп тұр ғой, мен орамалмен жүрмін. Бірақ орамалды мен бүйтіп түріктер сияқты байлап алам. Ана бүйтіп қыстырамда, мұны жерінен бүйтіп байлап алам. Бірақ мойным бәрі жабық, осылай киемім. Бірақ аяғымда мәсі жоқ, аяғымда қысқа қоныш бірдеме киіп жүре беремін. Нәс киім бар бірақ. Сосын айтады, мен тұрған жерде дейді, апай дейді, анау айтады. Мен тұрған жерде дейді, бір қызық кісілер бар дейді. Олар дейді, шырақ жағады дейді, жиналады дейді. Соған ауылдың ішінен адамдар барып жатыр. Арақ ішкендер барып арағын қойып кетті. Ана семьясымен ұрысып жатқандар барып еді, татуласып кетті деп сөйдеді. Сосын мен айттым, сенде бар. Мен бір түрлі көріп тұр, мен әлі қабылдамай жатырмын оны. Мен ойлап тұрмын, енді бұл бір үйім ба, секта ма деген менде мына миыма кіріп кетті. Сосын мен айттым, сен де бардың ба дедім. Иә, мен де бір рет қатыстым деді, күйеуін айтты, ол да барды деді. Сосын кейін оны қойдық. Сосын кейін ойланып тұрмын, ол келіншек айтып кетті бір қонып. Күйеуі алып кетті келіп. Сосын ойлаймын, сонда арақ ішкен барып арағын қойып кетсе, ана ұрысып жатқандар татуласып кетсе, онда қандай? Ол қандай адамдар екен деп сөйтіп ойлап қоям. Сонда Май ауданы Майский деген село бар екен. Сол ауылда ата жолдықтың неменесі жер-жерді ашылған екен. Сонда мен білмеймін, біздің жеріміз алыс болды да, біздің жерімізді ашылмай қалған. Мен бірінші рет сонда сол келіншектен бөлімнің қызынан естідім. Бірақ әгі қуғын болды, ол жабылып қалды, секта деді. Қуғындап соңына шырақ алып, шамал түсті. Сонымен қиыншылыққа ұшырап, уақытша етіліп қалды ғой. Енді сөйтіп таңғалып, бұл қандай адамдар деп сөйтіп таңғалып отырсам, енді сол адамдардың қатарына өзім міне келіп кіріп отырмын міне. Бұл қиқмет пе, қиқмет емес пе деп ойлаңыздаршы енді. Бұл Алланың. Мен сол аруақты құрметтеп 4 метр ақтығымды алып, әйтеу басына бір барам деп жүредім. Сонда сол аруақ, сол ана келіншектің сөзі маған бірінші рет ата жолын мен сол Гүлжан аты келіншектің атын аузынан естідім міне. Содан кейін сөйтіп жүре бердім. Мен де Ресейде оқып жатырмын, мешітте оқып жатырмын. Сол кезде мен оны білмеймін. Албашы ешқайда бармайсың ғой енді. Сөйтіп жүргенде сол ана соткадан ашып қарап отырамын ғой. Ана кісінің киімі де қызық, бас киімі де қызық. Сөйлеген сөзі де қызық маған. Сосын кейін тағы да ашсам сол кісі шығады. Тағы бір күн ашсам сол кісі шығады. Сосын ойладым, тыңдай салайыншы дедім де тыңдап едім. Маған сөзі аздап жүрегіме келіп жатыр. Аздап ұнай бастады. Содан кейін кейбір сөз ұнамады, өтірік айтпаймын. Сосын ол кісі Құранды кейбір жерін жоққа шығарды, мешіттегілерді жоққа шығарды. Сосын ойлаймын, мына кісі қалай пайғамбардың да кейбір сөздерін қабылдамай жатыр. Сосын мен ойлаймын, бұл кісі қалай сонда Құранға қарсы шығып тұр. Құранға қарсы шықса Құдайға қарсы шығады ғой деп ойлап, сонда да тыңдай бердім. Енді тыңдап, ең ақырында кейбір сөздерін ұқпаймын. Жүрегім қабылдамай жатыр. Кейбір сезім, енді өзім қиналып жатырмын ғой. Аруақ мені қысып жатыр ғой. Алла тағала сөйтіп кәдімгі мына құрылғы арқылы мені ата жолына түсірді ғой. Сосын мен тыңдайын, жолдасым бұндайыма кедергі жасамайды. Өзім жеке бөлмем бар, намазхан бөлмем бар. Сол жерде мен намаз оқимын, сосын оны тыңдаймын, өзімше қорытынды жасаймын. Кейбір жерінде жылап та аламын. Сөйтіп мені ол кісі алдына шақырмай-ақ өзінің уағызымен мені осы жолға түсірді. Мен келдім. Міне Құдайға тәуба, бұл 20-шы жылы, 2020 жылы. Міне 20 өтті, мен 8 ай дайындалдым. Мәсі ки деді, мәсі кидім. Осы таба алмай, қысқа қоныш мәсіні зорға таптық қой, соны тауып. Сонда қыстың қақаған аязында 8 айдан кейін бірінші қамшыға жол түсті. Ата жолының қамшысына.
сонда мен сақылдаған аязда мен әгі жұп-жұқа жұқа мәсімен шұлықты киіп аяздан қорықпай келіппін. Міне қазір енді сөйтіп жүруге мен қорқам, жолда аязда тоңып қалам ба деп. Сонда Алла мен тәуекел етіп, Алла өзі басқарып, аруақтар қолдап мені, одан кейін ойбой 40-42 күнде жүгіріп келіп тұрам. Такси деген бар. 42 күнде қамшымды алам, кетем, сіңірем өзімше енді. Сосын қайта келем. Сөйтіп ең ақыры осы 3 жылдың ішінде 9 қамшыны алып тастаппын ғой. Бұл кезде мен ата жолының мақсатын үйрендім, мүддесін білдім, оның жолын үйрендім, киіндім, адал тамақ ішу, адал сөйлеу, Құранды қалай оқу, енді уағызды қалай тыңдау, Тоқберген Байтасовтың, Ақжолдайдың уағызын қалай тыңдау, оны қалай қорытындылау, оны қалай қабылдау, сол жолдан өзімше өттім. Оның дұрыс па, бұрыс па, қанша жерден қателік жібердім, мен оны білмеймін. Бірақ жүрегім рахатта қазір. Мен бұрын маған бір нәрсе жетпей тұратын. Құранды оқып жатырым, киініп жатырым, тамақты өзім істеймін, дәретті үзбей жүрем онда дейінді. Бірақ менде айту бір нәрсе жетіспейтін. Өйткені өзім аруақты қабылдап тұрғанмен, аруақ маған сөйлеп тұрды. 45 жасында аруақ сөйледі, сол аруақ міне күні бүгінге дейін әлі кеткен жоқ. Әрі қалай сөйлейді. Бірінші рет менің мына көмекейімнен, мына жерінен бүркілдеп сөйлеп тұрды. Мен шошып кеттім. Мен жындандым ба деп шошып кеттім. Одан кейін қазір енді мен айтуыма бола ма, болмай ма білмеймін енді. Көзімнен шығып тұрады дауыс. Құлағыммен естіп те тұрам. Солай енді әрі қалай ол менің еркімде емес. Мен мешітте жүргенде, медреседе жүргенде мен жасырам бұны адамдардан. Қасымдағы адамдардан сіз бізді естіп жүрем, бірақ жасырам. Құтылғым келеді, құтыла алмаймын. Сосын тағы бір күн сотканы ашып оқып отырсам, Құдайым-ай, атын ұмытып қалдым ғой. Ырздан басталады. Bir ата жын шығарады екен. Оңтүстікте білетін шығарсың. Қазір есіме түсетін шығар. Рүстем. Ырздан басталады. Ой, ұмытып қалғаным-ай. Сосын ойлайым, сол кісіге қайтып жетер екем, бір қаралсам деп ойлайым. Сөйтсем, мен ол кісіге барып қажеті жоқ екен. Менің баратын жерім, менің нүкте қоятын жерім аталы жол екен. Аталы жолға Құдайға тәуба жеттім. Қазір енді менің бүкіл тынысым, тіршілігім, мақсатым, мүддем, ойым, арманым түгел осы ата жолдықтар. Ұстазымыз бар, Ақжолтай. Енді мына тылсымды қараңызшы. Қызмет істеп жүрген, өзі жетім болды. Бірақ Алла жеткізді жетімді жебелеп. Балалы шағалы болды. Сол Ағұл Қыдырәлі Момбай, мен ол кісіні көрген жоқпын. Қайтыс болып кетті. Сол кісі ашып жатқанда мен де арпалыста болып емшілікті қабылдап қойған ғой, аруақты. Аруақ маған кіріп алды. Кәдімгідей маған кіріп кеткен білем мен. Мен сосын оның жын екен деп жүрмін ғой, кімдердің айтқаны бойынша, мешіттегілердің айтқаны бойынша. Сөйтсем, ол жын бұрыннан біздің бойымызда екен, бәрінде жын бар. Сайрап біз тазамыз деп отырған мешіттегі имамның өзінде жын бар. Бәрі жынсыз адам жоқ екен. Сонда маған аруақ келген екен. Мен көрдім, өте қатты қиналдым. Жолдасыма да айта алмаймын кейбір нәрсені. Өзім ойлаймын, мен жындымын ба, жынды емеспін өзім. Бұлай қарасам, мен мектепке барып сабағымды жүргізіп келем. Ол кезде бұрынғы сарқыт болып өзгеріп қалам. Үйден шығам, сумкамды алам, кітаптарымды сап, конспектін бәрін жазып алам ба, мен бұрынғы сарқыт болып қалам. Мұғалім сарқыт болып қалам. Енді мектептен шықсам, сол жерде бір Дайыр деген үлкен әулиенің зираты бар екен. Соның жанынан келгенде бастап өзгеріп кетем ғой. Енді басқаша өзгеріп кетем. Сөйтіп көрмегенде бұл жолға түспей тұрып келдік. Сонда мен бұл аталы жолға аруақтың қыспағымен келдім. Енді қарап отырсам, енді көп сөйлей бермейін. Аруақ жол екен, ата жол деген. Мешіттегілер аруақты мойындамайды. Медресе аруақты мойындайды. Екеуі бір-бірімен айтпақшы итпен мысықтай.
бірін-бірі жек көреді, бірақ кейде бірігіп қалады. Қызық сондай ағы. Бірін-бірі жек көреді. Мешіттегілер олар чирк қосады деп мүлдем сызып ұстайды. Бірақ өздерінде ұстаз болмады. Сол кезде ана Түркиядан бітіріп келген әйел ұстаз көбінесе көп болды. Еркек ұстазды жолатпады олар. Еркектер көп қой мына мешітте. Әйел ұстаз жоқ, әйел ұстаздарды қабылдады. Бізді сол медресенің ұстазын алып мешітте сабақ оқыттырды. Жақсы, керемет қылып сап берді ғой. Ана 2000 жылы біз көшіп келгенде ашылды. Мен оның ашылуына бардым. Сонда жаңбыр жауып тұрды, нұр құйылып тұрды. Оны ол кезде білмейміз ғой, нұр құйылып тұрғаны. Сонда жаңбырдың астында тұрып, осы дебістәлі келіп ашып берді мешітті. Сөйтіп жүрміз міне. Сонда медресе аруақты мойындайды. Өздерінің үлкен бір әулиесі бар, соған сені байлап тастайды. Оларда рабыта деген болады. Рабытаны жарты сағат жасайсың, жоқ дегенде 20 минут жасайсың. Біздің енді нәпіл намаз сияқты деп айтайыншы енді. Сосын сол ұстазға байланасың, оның аруағы саған келіп жатыр дейді. Енді олардың кейбір айтқаны, мына ата жолының айтқанымен дәл келіп жатыр. Қанша айтқанмен аруақ басқарып жатыр ғой оларды. Міне, ал мешіттегілер таза, олар жын басқарып жатыр. Деген жын соларда. Солардың жынын бірін-бірі оқыса да шығара алмайды. Мен жақсы естідім. Анау Зайсанда біздің бір жақынымыздың, енді жақынымыз емес, алыс келіні жынданып ауырып қалды. Соны Семейде атақты бір оқып келген жігіттер, Арабиядан ана шет жерден оқып келген жігіттер үшеуі бірлесіп отырып қорқады ғой оларда. Оның жыны шығып бізге кіріп кете ме деп. Үшеуі бірігіп ана келіншекті күні түні оққанда да ол жазылмады. Көрдіңіз бе міне? Олардың ниеті дұрыс емес қой. Ал енді Тоқан, мен ойлаймын қазір енді өзімнің пікірім бұл. Ол кісі бір рет оқып қалса мен біраз тартып жіберсе тәуір болады. Бірақ бұл кісі қазір енді қолданбай тұр ғой, тыйым салып тұр Алла тағала. Өйткені жынданып жатқандар көп, онда есі жатып алады табалдырыққа орданың. Сондықтан бұл кісіге рұқсат жоқ, шәкірттер шықпай жатыр, ер адамдар аз келіп жатыр. Бірақ түбі осы ата жолына бүкіл қазақ халқы түседі. Жеңіске жетіп жатырмыз, Құдайға тәубә. Мен келген мынау 4-ші жыл болады осы қыркүйекте. 4 жылдың ішінде көп жеңіске жетіп қалдық. Ата жолы қазір. Мен кейде бүйтіп ойлап қойдым. Мен дізімде тұр екен, қара дізімде. Кемпір баяғы сектада теріс пиғылы дінге қарсы таратып жатыр, үкіметке қарсы деген сияқты мен дізімде тұр екен. Сосын мен кейде киімімді дайындап қойдым, 1-2 киімімді. Мүмкін мен алып кететін шығар енді. Мен түк қорқан жоқпын. Түрмесіне салса салсын деп ойладым. Соттаса соттасын деп ойладым. Енді аздап балаларымнан ұялам, бірақ мен балаларым үшін жүрмін ғой осы жолда. Ұрпағым үшін жүрмін ғой. Міне, бабалар аманаты дейді. Бабалар аманаты әр әйел өзінің баласын дұрыс тәрбиелесін. Әр еркек өзінің баласын дұрыс тәрбиелесін деп бабалар сол үшін шырылдап жүр. Қазір аруақтар атқа қонды. Қабанбай атқа қонды. Бүкіл сарбаздар Қытайдан қорқпаңдар деді маған. Мен ең бірінші Шоқан Уәлихан туралы ақпарат алғанда мен шошып кеттім. Сонда Шоқан Уәлихан маған сөйлеп жатыр. Бұлай дейді. Жердің бәрін қайтарып аласыңдар. Сендер ештемеге әуре болмаңдар дейді. Аруақтар өздері дейді, сендер тек ақ қағазға қол қойып бересіңдер дейді. Енді тиісті адамдар ғой ол. Үкіметтің адамдары бар, соның тиісті адамдары бар ғой. Сосын қазір сендер тауық қорада сала алмайсыңдар деді. Расында да тауық қора сала алмай отырмыз ғой, яна ордаға немене суды тартқыза алмай отырмыз. Ол өте қымбат. Кәдімгі қара су. Сондықтан сендер Қытайға бәрін салдырып ала беріңдер деді. Немене сап береді, салдырып ала беріңдер. Қытай сендерде тұрмайды дейді. Қытай кетеді деді. Енді мен өзім сенбеймін ғой. Кейде күпірлік келіп қалады, пендешілік келіп қалады, неше түрлі ойға берілесің. Шынымен сонда осылай болама деп, енді қазір жүрегім одан жақсы, Құдайға тәубә, сенімін нықтап жатырмын. Әйтпесе үстіп жүре бермеймін ғой. Сонда сөйтіп айтты.
оларды чыдатпайды екен Алла тағала. Олар бәрін салып береді, сол завод, фабрика не істейді, істеп береді, үй салама. Сосын Алла тағала оны Қазақстан жерінен жоқ қылады. Оны ауру қылама, әйті өзінің Қытайына жөнелтеді, өзі өліп кетеді. Оған біз жауап бермейді екенбіз. Сондықтан Алланың басқаруымен бұл ата жолы қазақ жерінде, қазақ даласында, оның ішінде міне көрдіңіз бе, сонау Алматыдан Алла тағала Ағылды алып кетті жарайды. Кінә кетті, кемшіліктер кетті. Сол кездегі ақыл сұңғарлар кінәлі. Енді басқа халық түк білмейді енді, басқа халық. Менің өзім түк білмей қалдым, Ағылдың атын осында келіп естіп жүрмін ғой. Кетті. Өзінен де күнә кетті енді. Мен қазір ол кісіні тірісінде танымай, аруақ болғанда танып отырмын. Дұға қылып жатырмын. Ағыл келіп бірнеше рет ақпарат берді. Содан кешірімде сұраймын. Сонда сонымен жабылып қалған жоқ қой. Осы таяғымен артынан қалмай, секта деп қуғындап, түрмесіне, енді әйтеу анық түрмесіне салмаса да үйқамаққа отырғызып ұстап, дәл сол кезде келдім ғой мен. Дәл сол кезде келермін қамшыға. Сосын ойлап қорқып отырмын енді, бірақ кетпедім. Сөйтіп отырғанда Алла тағала Ақжолтай жіберді. Ақжолтай, енді мен ол кісі туралы басқа уақытта тағы да айтам, бүкіл өзін ойламайды. Бүкіл қазақ елін ойлап отырған, қазақ елін ғой бүкіл дүние жүз халықтарының ұстазы ол кісі. Тірі ұстаз деп ойлаймын мен. Сондықтан мен ата жолынан қорықпаймын. Қазір жоқ болады ой демеймін. Ата жол күнгі жеңіске жетіп жатыр. Біздің жеңісіміз өте әділ. Өйткені Алла қорғап тұр. Алла қорғағандықтан ешкімнің күші жетпейді. Ол сол секта дегендер өзі тұқым мен тұздай құрайды. Бірақ балалар құрмас екен деп ойлаймын. Сонда олар бабаларының аманатын бере алмай жатыр ұрпағына. Біз өзімізде толғалы бере алмадық. Бере алсақ біздің балаларымыз осы жолға келмей ме? Әлі düzey алмай жатырмыз. Өйткені біз кемшілікті, қателікті көп кетіріп алдық. Сол қателікті жөндеу деген оңай емес екен міне. Мен сөйтіп ойлаймын, осы жолдан кетпеймін. Міне. Армысыздар. Осы бүгінгі тақырыпқа байланысты ата жолының басты парызы мен бабалар аманаты деген ата жолының жазбасының ішінде өлеңді оқып берейін. Біреуге келген нөсерлеп, дүние байлық, бекер, боқ, нәпсіні тыйсаң мекер деп, бірінші парыз өтелмек. Сипасаң басын жетімнің, құрғатсаң жасын жесірдің, көкірегін бассаң кесірдің, екінші парыз өтелмек. Өтірік өсек айтпасаң, тәлім сауап жаттасаң, анаңның сүтін ақтасаң, үшінші парыз өтелмек. Адам боп жүріп бағасқан, кем бағал жанға қарассаң, момынды жақтап жақ ашсаң, төртінші парыз өтелмек. Бағыштап Құран өткенге, көпір салсаң өткелге, риза болса көппенде, бесінші парыз өтелмек. Алдым деп жанды сауғаға, жүрсеңіз іштей тәубәда, сен де бір сопы Мәуләна, алтыншы парыз өтелмек. Көтерулі өкшеміз, бақиға жақын кексеміз, деп ойлап құлдық етсеңіз, жетінші парыз өтелмек. Өткеннен алып өнеге, жер кезіп тау тас аралап, атаңнан мұра іздізде, құрбан деп малым дүние, табалсаң иман серікті, иманың енді берікті, кезекті парыз өтелмек. Ақ бата алып аруақтан, уәдеңе опа етпесең, аманатты ақтасаң, надандықты жеңгенің, тақуа болып мүләйім, иманың болып уайым, ақыл мен ғылым түсініп парқын, сырлы сөз, үлгілі жауап біліп нарқын, салқындап жүрек сарғайса санаң, негізгі парыз өтелмек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қайырлы күн болсын. Бүгінгі шақта біздің тақырыбымызға байланысты ата жол басты парызын Арман жаңа оқып шықты. Сол парызды өзіміздің әрқайсымыздың қолымыздан келер амалдарымызды атқарып жатқанымыз. Негізі
осы жалпы өзімде осы ата жолына 2004 жылы түскенде бірінші тілімді калимаға келтіріп, бойымды дәретке үйретіп, жаңағы киім қағидасын ұстанып, соның бәрі мына өзіміздің ата салт дәстүрге байланысты. Соған айтайын дегенім, жалпы мына ата жолының парызы дейді ғой. Енді 2004-тен бері біздің енді бірінші Алла разы болсын, екіншіден жаңағы бойымызға енді аққұлы басшылаған кейін әруақтың аманаты бар, мойнымызға ілінген, соны атқарып, енді қолымыздан келген амалдарымызды атқарып отырмыз. Соның ішінде ең бастысы мына бәрі сол ақырында келеді, сол ата салт дәстүрге келіп тіреледі. Соны дәріптеу, жалпы мына қазақты өзі қазақ болғаны керек болып тұр. Жаңағы өзіміздің салт дәстүрімізбен жүруімізді, көзіміз енді біз болса да көрдік қой әжелеріміз етегінде өскен адамбыз. Сондықтан да ертеңгі күнді сол ұмыт болмай, келесі ұрпағымызға жалғасып, көпір болып қалану үшін осы амалдарды атқарып жатырмыз қолымыздан келгенше. Енді білгеннен білмегеніміз көп, бірақ әйтеуір Құдай ниетімізді қабыл алсын. Жаймен енді біз асқанмен Құдай асықпайды. Жаймен осылай жаңағыдай ордамыз ашылып, сол ордада қызмет көрсетіп, бұрында жалпы көбінесе керуен тасып, бата шығарып сөйтетініміз. Қазіргі негізі мақсат осы кейін кезде ақпарат жүйесінде сол негізі көп шайқас жүріп отыр. Ақпарат жүйесінде. Сол ақпарат арқылы да мен осы ата жолының екінші несіне толқынына түстім. Ағаны неден көріп, ютубтан көріп, жаңағында естіп, жүрегіме жағып, содан кейін жаңағы айтылған жаңағы нелер бәрін орындау арқылы, амалдарды атқарған арқылы, Құдайға шүкір, осы қазір осылай келе жатырмыз. Сол жалпы айтайын дегенім, енді бабалар аманатымыз, енді сол өзіміздің ұрпағымыздың келешегі ғой. Сол үшін осы еңбегімізді осы ақталып шықсақ Құдай алдында деген үмітіміз бар. Енді қорытынды сөзін